Icon IT лицей бұл IT жаңалықтары. Сіздерге ақпан айын жаңалықтарын таныстыратын мен Талап Жанерке. 7-8 сыныптар үшін жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі өтті. Ақпан айының 6 күні 7-8 сынып оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі өтті. Математика пәнінен Салық Үнжу 2-ші орын, биология пәнінен Сүндет Айзере 3-ші орын, информатика пәнінен Сағидолла Мерей 3-ші орын, физика пәнінен Колесова Альбина 3-ші орын. Ағылшын пәнінен Тілекбаева Диляра 3-ші орын иеленсе, Талап Бейбарс, Тұрсынғали Нұралы, Әділбек Еркем, Жасқайрат Мадина, Мұхсимова Айжан алғыс хат алды. Өз білімдерін сынға салып, жоғары жетістіктерге жеткен барлық қатысушыларды шын жүректен құттықтаймыз. Кітап талқылауы жобасының кезекті отырыстары өтті. Басқосудың өзегіне әлем әдебиетінің көрнекті өкілі Шыңғыс Айтматовтың «Ақ кеме» шығармасы алынды. Қатысушылары туындыдағы бала психологиясы, адам мен табиғат арасындағы байланыс, үміт пен шындықтың тартысы секілді тақырыптарға назар аударып, әркім өз әсері мен тұжырымын ортаға салды. Әдеби талқылау ресми шеңберден шығып, еркін сұхбат форматында өрбіді. Бұл өз кезегінде кездесудің мазмұнын байытып, қатысушылардың белсенді араласуына мүмкіндік берді. Гидра командасы Central Asia First Championship Drone Racing 2026 аясында Motivate Award марапатын жеңіп алды. 2026 жылғы 10-13 ақпан аралығында Астана қаласындағы Экспо халықаралық көрме орталығы базасында өткен робототехника саласындағы ірі дода Central Asia First Championship Drone Racing 2026 аясындағы шарада лицейіміздің Гидра командасы жоғары нәтиже көрсетті. Аталған жарыс барысында команда FLL санатына қатысып, Motivate Award марапатына ие болды. Дарынды балаға талантты ұстаз республикалық олимпиадасының мектепшілік және облыстық кезеңі өтті. Мектебімізде жас мамандарды қолдау көрсету, тәжірибе алмасу алаңын қалыптастыру және кәсіби өсуіне бағыт-бағдар беру мақсатында дарынды балаға талантты ұстаз республикалық олимпиадасының мектепшілік кезеңі оздырылды. Шара барысында жас ұстаздар өздерінің шығармашылық әлеуетін, жаңашыл идеяларын және пәнге деген сүйіспеншілігін таныстырды. Облыстық кезеңге мектебіміздің физика пәні мұғалімі Шаденова Диана Болатбек қызы қатысып, бас жүлде иеленді. Диана Болатбек қызына республикалық кезеңде сәттілік тілейміз. Киберлицей информатика әлеміндегі тылсым апталығы жоғары деңгейде өтті. 16-20 ақпан аралығында лицейімізде Киберлицей информатика әлеміндегі тылсым тақырыбында информатика және ақпараттық технологиялар апталығы жоғары деңгейде ұйымдастырылып, мазмұнды әрі креативті форматта өтті. Апталықтың басты мақсаты білім алушылардың информатика, бағдарламалау және робототехника салаларына қызығушылығын арттыру. Олардың логикалық, шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту және цифрлық құзыреттіліктерін жетілдіру болды. Апталық барысында лицейде ерекше цифрлық атмосфера қалыптастырылып, тылсым дүниелер стилінде безендірілген апталық аясында оқушыларға арналған зияткерлік ойындар, ақылды үзіліс сайыстары, адам санасы және жасанды интеллект дебаты, Супер Марио Киберкап жарысы, IT Код Кап бағдарламалау олимпиадасы және хакатон өтті. Апталықтың жабылу салтанаты жоғары деңгейде ұйымдастырылып, апталық барысында өткен барлық іс-шаралар қорытындыланды. Xiamen University өкілімен кездесу өтті. 17 ақпанда Малайзиядағы Xiamen University өкілі Мұратова Елнұрмен 11 сынып оқушыларына кәсіптік бағдар беру мақсатында кездесу өткізілді. Кездесудің негізгі мақсаты оқушыларға университетке түсу мүмкіндіктері, түрлі мамандықтар туралы ақпарат беру, кәсіби бағыттарды таңдау кезінде дұрыс шешім қабылдауға көмек көрсету және болашақта білім алу жолын жоспарлауға қолдау көрсету. Кездесу барысында оқушылар Малайзиядағы университеттің талаптарымен танысты, сұрақтар қойып, мамандық таңдауға қатысты кеңестер алды. Ата-аналар мектебі жобасы аясында мазмұнды кездесулер өтті. Мектебімізде адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан ата-аналар мектебі жобасы жалғасуда. Жоба оқушылардың тұлғалық дамуына, кәсіби бағдар алуына және өмірлік мақсаттарын айқындауына бағытталған. 8-ші А сыныбында арманға апарар жол білім тақырыбында өткен сынып сағатына ата-ана Аманқос Сағынұлы қатысып, білімнің маңызы, табандылық пен өзін-өз дамыту жайында өмірлік тәжірибесімен бөлісті. Ал 8-ші В сыныбында мамандығы мақтанышым тақырыбында өткен кездесуде ата-аналар Индира Салтанатовна мен Гүлмира Мендібаевна оқушыларға мамандық таңдаудың өзектілігі мен заманауи бағыттар туралы ақпарат берді. Тәжірибелік жұмыстар арқылы ғылыми қызығушылықты арттыруға басымдық берілді.